Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрылыстар. Оқу мақсаттары: роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасау. Бүгін білеміз. Гироскопиялық датчикті роботқа орналастыруды, роботты көрсетілген градусқа бұруды. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Гироскопиялық датчикті роботқа орналастыру үшін алдымен жетекші платформаны құрастырамыз. Жетекші платформаны Lego Mindstorms Education EVA 3 программалық жасақтамасындағы жинақ бойынша нұсқаулық деген жерден жетекші платформаны таңдап ашамыз. Және әрі қарай біздің алдымызда осы жетекші платформаны құрастыруға арналған нұсқаулық шығады. Жылжыту арқылы керекті детальдардың көмегімен жетекші платформаны құрастыратын боламыз. Блокты құру үшін бірінші гироскопиялық датчикті бекітуге арналған құралдар арқылы құрастырамыз. Үлкен мотор, дөңгелек, EVA 3 және оларды жалғаушы құралдар арқылы негізгі блокты құрастыратын боламыз. Негізгі блокқа гироскопиялық датчигімізді орналастырамыз. Гироскопиялық датчигімізді EVA 3-дің сандар портына жалғап, EVA 3-ді USB көмегімен компьютерге жалғаймыз. EVA 3-мізді қосамыз. Lego Education EVA 3 программасын ашамыз. Әрі қарай келесі бағдарламаны жазамыз. Өз таңбасын басамыз. Біздің алдымызда қосу блогы орналасады. Әрі қарай жасыл түсті әрекет блогынан тәуелсіз басқару блогын аламыз. Оны іске қосамыз. Бірінші жылдамдықты 40 дейміз, ал сол жақтағыны 0 етеміз. Әрі қарай гироскопиялық датчикті күту блогы арқылы таңдап аламыз. Күту блогын орналастырамыз, сағатқа барамыз, гироскопиялық датчикті таңдап, өзгерту бұрыш бойынша таңдаймыз. Бағытын 0-ге сәйкестендіреміз, ал бұрылуын 90 градус дейміз. Енді тәуелсіз басқару блогын алып, моторларды сөндіреміз. Программамыз дайын, сақтаймыз. Тапсырма: көрсетілген блоктарды атауы бойынша сәйкестендіріп орналастыр. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.